Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен ұйғыр елінің тағамы мампар сорпасының рецебімен бөлісетін боламын. Барлық қажетті заттарды описание бөліміне толық жазып қоятын боламын. Ең алдымен етімізді уақтап турап қуырып алатын боламыз. Достар, өзге де видеоларымды жіберіп алмас үшін тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Етімізді турап болғаннан соң қызып тұрған майға қуырып алатын боламыз. Етіміз қуырылғанша бір дана пиязымызды алып, майдалап турап, оны да етіміздің үстіне салып, қуырып алатын боламыз. Ендігі кезекте сәбиздерімізді де видеодағыдай туралап, үстіне салатын боламыз. Достар, сіздерде үлкендеу болса, бір данасы жеткілікті болады. Тәтті бұрыштарымыздың да бір данасы жеткілікті. Оны да видеодағыдай майдалап турап, үстіне саламыз. Картоптарымыздан 2 дана қажет болады. Оны да туралап, қуырып аламыз. Дәміне қарай тұзын саламыз. Және де томат пастасын салып, араластырып, үстіне су құятын боламыз. Сорпамыздың бетін жауып, 40 минуттың шамасында пісіріп аламыз. Ендігі кезекте қамырымызды дайындаймыз. Ол үшін ұнымызды електен өткізіп алатын боламыз. Ұнымыздың үстіне 1 қасық тұзымызды салып араластырып аламыз. Ортасын ашып, үстіне жұмыртқаны саламыз және суымызды құйып, қамыр илейміз. Иізі қанғанша қамырымызды асықпай илеп жазып алатын боламыз. Және оқтаудың көмегімен қамырымызды жазып, жаймамызды дайындаймыз. Жаймамыз дайын болды. Енді оны видеодағыдай уақ бөлшектерге бөліп, кесіп аламыз. Етіңіздің пісіп-піспегенін алдын ала тексеріп алыңыз. Піскеннен соң 40 минуттан кейін жаймамызды сала берсек болады. Бетін жауып 10 минуттай тағы да қайнатып, жаймамызды пісіріп алатын боламыз.
Бір қайнағаннан кейін үстіне кептірілген базилик қосатын боламыз сорпамызға. Бетін жауып тағы да 5 минут қайнатып аламыз. Осымен бүгінгі біздің ұйғыр тағамы мампар сорпасы дайын болды. Ас болсын баршаңызға. Сіздер де жасап көріңіздер, дәмі өте ерекше, керемет болып шығады достар. Және де каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.